Al balalarım. Ертегі айтып берейін бе? Қандай ертегі айтайын? Бір ерте заманда бір мақтағыз бен мысық болыпты. Екеуі керемет дос болыпты. Бір күні мақтағыз жинап жүріп, мүйіз тауып апты. Содан мысығымен бөлісіп жейін деп, мысығым, қайдасың деп шақырса, мысығы келмепті. Сонымен екі рет айтыпты, келмепті. Содан мақтағыз өзі жеп қойыпты мүйізді. Бір шама уақыттан кейін мысығы келіп, мақтағыз, мені не үшін шақырдың депті. Сөйтсе, мақтағыз бір мүйіз тауып абем, соны бөліп жейік деп, сен жоқ болдың. Содан кейін өзін жеп қойдым депті. Содан мысық ашуланып, мақтағыздың сүтін төгіп тастапты. Сонымен мақтағыз оның құйрығын жұлып апты. Мақтағыз, менің құйрығымды берші депті. Жоқ, сен маған сүт әкеп бер, сен менің сүтімді төктің депті. Сөйтсе, сыртқа шығып жылап келе жатса, алдынан бір сиыр шықты. Сиыр, маған сүт берші депті. Жоқ депті, сен маған жапырақ бер депті. Содан келе жатса, алдында бір ағаш тұрыпты. Ағаш, маған жапырақ берші депті. Сөйтсе, жоқ, маған сен су әкеп бер, сосын мен саған жапырақ берем депті. Сөйтіп келе жатса, алдынан қыздар шығыпты. Қыздардың иығында инағашпен су әкелатыр екен. Инағаш деген не екен білесіңдер ме, балдарым? Инағаш деген иыққа салып, екі жағында шелегі болады. Сонымен қыздардан қыздар, маған су берші депті. Сөйтсе, жоқ, сен бізге сағыз әкеп бер депті. Содан келе жатса, алдында дүкен тұр екен. Дүкен деген не екен білесіңдер ме, балдар? Дүкен деген қазіргі магазин, бұрын дүкен деп айтқан. Содан дүкеншіге кіріп, дүкенші, маған сағыз берші депті. Жоқ депті, сен бізге жұмыртқа әкеп бер депті. Содан дүкеннен шығып келе жатса, алдынан тауық кездесіпті. Сөйтіп, тауық, маған жұмыртқа берші депті. Жоқ, сен маған жем бер депті. Сөйтіп келе жатса, бір тышқан тұр екен. Жүгіріп келіп тышқанды ұстап апты. Тышқан, мені жіберші, мысық депті. Жоқ, ұяңда сенің не бар депті. Менің ұяңда дән бар депті. Дән деген не ол? Дән деген бидай. Сонымен, сол дәнді маған әкеп бер депті. Сонымен тышқан мысыққа дән әкеп беріпті. Дәнді тауыққа беріпті. Тауық жұмыртқа беріпті. Жұмыртқаны дүкеншіге әкеп беріпті. Дүкенші сағыз беріпті. Сағызды қыздарға беріпті. Қыздар су беріпті. Суды ағашқа құйыпты. Ағаш жапырақ беріпті. Жапырақты сиырға беріпті. Сиыр сүт беріпті. Сүтті не қыпты қыз балдар? Кімге әкеп беріпті? Мақтағызға әкеп беріпті. Мақтағыз қуанып, құйрығын тігіп беріпті. Сонымен мақтағызбен мысық қайтадан дос болыпты. Ертегі ұнады ма? Тағы да ертек тыңдағыларың деп отыр ма? Онда мына замандасын айтады енді. Ерте заманда бір шал мен кемпір болыпты. Бір күні шалы, кемпірім, маған бүгін бір жақсылап бауырсақ пісіріп берсепті. Ой, шал-ау, үйде ұн жоқ қой депті. Қамбаның түбін қара, қапты қақ, үйіңіз ұн шығатын шығар депті. Жарайды деп, кемпірі қаптың түбін қағып, бір уыз бай шығатын ұн тауып, шалыны әдемілеп бауырсақ пісіріп, төрт домалақ ұны суысын деп терезенің алдына қойыпты. Бауырсақ іші пісіп кетіп, орманға қарай домалап кетіпті. Сөйтіп домалап келе жатса, алдынан қоян шығыпты. Қоян шығып, бауырсақ, мен сені жеймін депті. Сөйтсе бауырсақ айтты. Қоян, мен жемеші, мен саған жақсы әдемі өлең айтып берем депті. Айта ғой онда депті. Сөйтіп қоян,
Bağırsalap ketdi. Sütüp domalap kele jatkanda aldına bir qasqır шығыпты. Qasqır шығып. Bağırsak. Sen jeyim depti. Bağırsak aytты. Qasqır men jeme, men sаған өлең айтып берем depti. Atamdan qaçtım, apamdan qaçtım, qoyandan qaçtım. Sen en qaçıp ketdim dep tagı domalap ketdi. Sütüp domalap kelatsa aldынан көңіл аю шығыпты. Аю шығып, бауырсақ, мен сен жейм депті. Аю, бауырсақ. Атамнан қаштым, апамнан қаштым, қояннан қаштым, сол қасқырдан қаштым, мен сенен қашам деп, тағы да орманға қарай домалап кетіпті. Сөйтіп домалап келатса алдынан түлкі шығыпты. Түлкі шығып қындық. Bağırsak, men seni jeyim depti. Bağırsak ayttım, sen jeme, men sаған әдемі өлең айтып берем depti. Сөйтіп, atamdan өлеңін бастай бергенде, түлкі айтыпты. Менің құлағым естімейді, мен тұмсығымның үстіне шығып айтшы depti. Сөйтіп, тұмсығының үстіне шығып, өлеңін бастай бергенде, atamdan қаштым, апамнан қаштым дей бергенде, ап деп жеп қойыпты. Түлкі ертегі ұнады ма? Anır geldi aytağı. Batan batmasın, batan dege zatmasın, ısta olsun, esağın zor olsun. Üstü olsun dileyin, ak tilekler olmasın, ak tilek dileyin. Ayın bolsun oğluna, gün bolsun oğluna, bana batam bolsun, ketmesine olansın. Айтамыз. Batan batmasın, batan dege zatmasın, batan zor olsun, imzalı zor olsun. Oy, молодец. Gece balanın babası.